Сәлем достар. Бүгін біз сіздермен нан пісіретін боламыз. Сіздерге нанның рецептін көрсетем. Әрине барлық қыздар, қауымы, аналар барлық. Енді әркім өз рецептісі бар. Сол бойынша мен өз рецептімді көрсетейін деп жөн көрдім. Қазір мінекей бізге мына жерде 500 грамдай ұн, шекер, сармай, тұз, дрожж қажет. Және жылытылған сүт. Осы сүтке мысалы қанша қасық тұз қосатын болсақ, сонша қасық шекер қосамыз. Және сармай, дрожж қосып қамыр илейтін боламыз қазір. Екі қасық қостым, және екі қасық шекерден қосам. Екі қасық шекерді қостым. Осының үстіне дрожж қосамын. Дрожжды қамыр ұнға араластырып, одан кейін илей береміз. Негізі сүтке де салып, араластырып, одан кейін бұқтырып қойса, кішкене дрожж көтерілгеннен кейін барып илесе де болады. Бірақ біз қазір осылай илеу тәсілін көрсетемін. Жақсылап тұзымызды араластырып ертіп аламыз. Одан кейін қамырға қосып илейтін боламыз. Сармайды үстіне саламыз тоже. Осылай үстіне сармай саламыз. Өте дәмді болады сүтпен сармайға иленгеннен кейін. Жұмсақ қылып қамыр илейміз. Жақсылап араластырып аламыз да, одан кейін қамыр басын біріктіріп қамыр илеп бастаймыз. Енді ары қарай уже қолмен илеп бастаймыз. Жұмсақ қамыр иленуде бізде. Ұндарын алып отырамыз, араластыру үшін жақсы. Үйіні қанғанша илейтін боламыз. Достар, мінекей осылай илейміз. Егер қатты қамыр жұмсақ болып кеткен жағдайда ұн қоссақ болады, үстіне қатты сұйық болмас үшін. Енді әркім өзінің есіне қарай ғой. Қатты сұйық жұмсақ болып кеткенде дұрыс емес негізі. Менде де жұмсақ қамыр иленді. Ұн қосып, басын біріктіруге болады. Илеп, қазір қамырдың басын біріктіретін боламыз. Сонымен қамыр көтерілгенше барлығын қойып қоямыз.
Hamur öte жақсы үйленіп жатыр, мінекей жұмсақ. Üstüne кішкене сұйық май жағып, пленка жауып, сөйтіп қойсаңыздар болады, беті қайысып кетпес үшін нанның. Мінекей достар, қазір сұйық май жағып, беті қайыспас үшін осылай жасаймыз. Одан кейін бетіне пленка жауып, бетін жауып қоямыз дастарханмен айлықпен. Беті қайысып, қамырдың сондай не болмайды. Сұйық маймен қамырдың басы жақсы бірігеді. Koyamız da ortasına bir koyamız etkeni. Qanchalik ko'tarilgani bizga belgili bo'lishi uchun. Qo'y. Qovurib, bunday qo'yib, bir shekilga qo'yib qo'yamiz. Ko'tarilgandan keyin yaxshilab suvalab, non pishirib bo'lamiz. Мінекей біздің қамырымыз көтерілді. Енді біз жақсылап суалап жасап аламыз. Жұмсақ, беті қайыспаған ешқандай. Өте әдемі нәзік нан болып шығады қазір. Біз бұларды кәдімгідей булочкасы қылды қылып, бұлай жасап, тоқтаумен жазбаймын, мен осылай пісіріп аламын. Кәдімгі булочка секілді болады мінекей. Осылай демін алдырамыз қазір. Демін алдырып, осылай бетіне жұмыртқа жағып, болса күнжіт, мак сеусек, күшті дәмді нан болады. Мінекей. Осылай суалап, жасап аламыз бәрін. Adımlık. Жұмсақ болды. Бұл көтеріліп не алғанша, демін алғаннан кейін одан да әдем болып пісетін болады піскенде. Қанша нан шықса, сонша. Her türlü razmede жасаса болады. Тура осыны батончик етіп жасаса да болады. Сегіз, тоғыз, оннан болайын деп тұр менде. Onun içinden kışkentayı buladığında 9 ben onun içinden biz ballarga buladı.
Демін алдыртамыз осылай енді. Қазір бетіне пленка жауып қоямыз да, сонымен қойып қоямыз тағы да. Кішкене демін алу үшін 10-15 минутқа бетіне пакет жауып, жаңағы пленка жауып, майлауын жауып қойып қоямыз. Демін алып, яғын пісіреміз. Қазір осылай демін алып, өзіне қалғанша бір 10-15 минутқа қойып қоямыз, осылай бетін жауып. Міне достар, бізде қазір жартылай көтеріп не қылды. Енді бұны біз майланған протеинге салып қойып, тағы да 5-10 минутқа қоямыз көтерілгенше. Жақсы көтеріліп жатыр бұлар. Дәу-дәулерін бірінші салғай. Тұрған жерінде әдем болып піседі әзір. Бұлай бес, алай бес, бұлай алай. Осылай. Қазір. Осылай демін алдыртамыз. Қазір мен сіздерге бір лайфхак көрсетейін. Достар, мәне кімде газовый духовка солар түсінеді. Қазір біз мысалы нан пісіргенде астына былай кастрюля емес су қоямыз, чтобы нанның асты-үсті бірге пісу үшін. Мысалы бұрын мен осы лайфхакты білмеген кезімде, мысалы нанды бір пісіріп алып, решеткаға артын айналдырып, екінші жағын пісіріп жүрген болатынмын. Қазір енді мына осы лайфхакты үйреніп алдым. Кастрюлямен су қойып, нанымызды қоя береміз. Әрі осы парда ол нан көтеріледі, әрі мына асты үсті екеуі бірге пісетін болады бізде. Қазір міне біз уже нанымызды саламыз. Қазір бетіне жұмыртқасын жағып, дайындап қойдым. Мінекей сап-сары болып, қазір әдем болып пісетін болады. Ол өзі ішіндегі пармен жақсылап көтеріледі, мінекей буменен. Одан кейін әрі бізде бұл қанша уақыт тұрса да асты күймейді, және екі беті бірдей қызарып пісетін болады. Мінекей достар, біздердің піскен нанымыз түрі өте әдемі болды. Қазір осыны алып, енді сүт қоямыз. Мінекей өте әдемі болып пісті. Қазір астыларын көрсетем. Мінекей астылары күймей, асты-үсті бірге піседі. Жаңағыдай лайфхакты қолданып көріңіздер. Ұнап жатса, комментарийға жазасыздар. Сіздерге көрініп тұрсын, мен қазір барлығын алып көрсететін болам. Мінекей асты мен үсті бірге піседі. Ешқандай күймейді, барлығы бірге піседі. Мінекей өте әдемі жұмсақ болып піседі. Бетін қараңыз, қып-қызыл болып әдемі болып піседі. Екінші партияны саламыз. Қазір мен беттеріне жұмыртқасының сарысын жағамыз. Осылай. Үйде бар болса, жаңа күнжіт,
ысырмақ бетіне себуге болады. Осылай духовкаға салатын боламыз қазір бұларды. Мінекей достар, бізде екінші неде дайын болды уже. Мінекей қып-қызыл болып, әдемі болып пісті. Арқалары да бірдей, беті де қызарып пісті. Өте хрустящий, мынандай дәмді қытырлап тұрғаннан. Мінекей. Сіздерге қазір ішін ашып көрсетсем біреусін. Өте ыстық. Кішкене мына суғанынан кесіп көрсетейін сіздерге. Кесілуі де мінекей. Дәмі хрустящий. Ортасы жақсы піскен мінекей. Дәмі өте жақсы болып піседі. Дәмді. Достар, парақшамызға жазыламыз. Және осы видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Лайфхакты қолданып көріп, комментарийға жазып қалдырыңыздар. Мен барлықтарыңызға жауап беретін боламын. Сау болыңыздар.